Қараңдар, мына жерде бір табличка жазылып тұр. Майнкрафт хардкор выживание дейді. Бұл не білдіретінін білесіңдер ме, достар? Бұл деген айдана хардкор выживание бастайды деген сөз. Бұл хардкор выживание басқа адамдардікіне ұқсамай 100 күн хардкор деген секілді емес. Бұл хардкор выживание айдананың хардкор выживаниясы. Мен бұл хардкор выживанияда бір изумрудный блок, бір алтын блок, бір алмазный блок, бір железный блок және портал жасап, соның ішіндегі қызыл багровый деревядан немесе көгілдір жасыл түсті деревядан добывать етуім керек. Мен оның атын білмеймін, бірақ солардың біреусін добывать етуім керек. Сол кезде мен осы хардкор выживанияны өтемін. Мен деген хардкор выживания несін сложностың сложныйына қоямын да, одан кейін бастаймын. Менде бір жан болады. Скиніме қараңдаршы, мен өзіме скин салып алдым. Тура өзімнің YouTube персонажымның скинін жасадым. Құлағымда даже наушниктар бар. Сондай. Комментария жазып кетіңіздер, скин әдемі болды ма, әдемі емес па? Сондай. Достар, выживаниемізді бастайық. На табличка көшеде тұра берсін. Ия. Мына жерде не әлгі, мен бонусный сундық қойғам, соны ашамыз. Мен сложныйда тұр не, түнде моптар жаман нелер әлгі. Сол құбыжықтар көп болады. Мен бәрін алып алайық осы жаққа. Бонусный сундукты бекер не істеген жоқпын, қойған жоқпын. Саждес березы көп екен, достар. Достар, мына сундукты ашты, мен де қасындағы заттарды алып алайын, факелді. Қазір үй саламыз да, бір кішкентай общежитие хатта салып қояйық та, сода тұратын боламыз да, барлық задание орындап болғанша әлгі. Изумрудный блок, алмазный блок, соларды не істейміз. Сундықты да алып кетейік. Алдық. Енді менде каменный топорик бар екен, сонымен ағаш добывать етеміз. Үй салғанға көп ағаш добывать етіп алайын. Абай болуымыз керек, себебі өлінген жерден крипер шығып мен өлтіріп кетуі мүмкін. Себебі бұл хардкор ғой. Менің бір жаным бар, өліп қалмауым керекпін. Бұл заданиенің бәрін орындап үлгеремін ба, істей алмаймын ба, білмеймін әлі, достар. Комментарийда мені қолдап кетіңіздер. Мен әлі каньон бар екен. Мә, қараңдар, достар, ана жерде 2 слайм үлкен дәу нелер тұр. Қарайыңдар. Негіз, ой. Құлап кетсем біттім, хардкор выживанием осы жерден бітіп қалады. Айдананың бұрынғы жақсы көретін өлеңін қосайық. Гипнотизируем, очаровываем. Паровозик, тыр-тыр-тыр, а в трубе 13 дыр. Достар, мен болдым, енді түзу жерді іздеп, сол жерге үй саламыз. Мә, достар, нере теңіз бар екен, қараңдар. Теңіз. Мә. Кеттік. Ой. Достар, осы жерге үй салсақ болады ғой деймін, қазір мен мынадан заттар жасап алайын. Ол менде мынандай доскалар бар екен. Бір, так. Хоп. Мына жерге қоямыз. Басамыз да ағаштарымыз қойып обрабатывать етеміз. Енді тез үй саламыз. Бір 4 бұрышты коробка саламыз. Құрылыс режимі іске қосылды. Паровозик тыр-тыр-тыр, паровозик тыр-тыр-тыр, паровозик тыр-тыр-тыр, паровозик тыр-тыр-тыр, паровозик тыр-тыр-тыр, паровозик тыр-тыр-тыр. Дефекты речи. Құрылыс бітті. Мен үй салып болам дегенше уже қараңғы батып кетті, қап-қараңғы. Ан жақта құбыжықтар нелер көрініп тұр. Енді таңның атқанын күтеміз. Жағдай сондай. Нәрге факелдарды қойып. Үйдің іші жарық болсын. Төбені бітіре алмай қалдым, достар.
бізге ана жерде зомби жүр достар. Примерно во сколько это все произошло? Минут 5-10 5, 4-5-10 5, 10 5, минут 10 5 утра, минут 10 5, 15, минут 10 5 утра. Таң атты, енді мен барып, біз осы серияда үйді салып не істеуіміз керек әлгі. Тұруға дейтін жағдай жасап алуымыз керек. Сосын келесі серияда әлгі. Келесі серияда блоктарда өтетіп неге кіреміз? Житель қайда? Түсінбедім. Жарайды. Бергіл. Түкірме маған. Түкіруге қалай датың барды сені? Ал не қайда? Жедел қайда? Жедел өлтіріп кетті ме не біреу? Жарайды достар, біз деген қойларды іздейік. Ойбай. Қойларды іздейміз. Қазір бірінші ағаш тауып айтылу керек кішкене. Үйдің крышасын полды жасауымыз керек. Достар, жаңбыр жауып кетті. Жаңбыр жауып кетті. Қойларды қайдан тапсам болды екен, достар? Nerede қойлар көрінбейді? Төсек керек қой, түнді не істеуге өткізу үшін. Әйтпесе болмайды ғой. О, сиыр. Бергел, сиырым, ойбай. Шықтым. Сиыр бергел. Тия алмайды. Қойын дауысын естідім. Ой. Неме маған түрлі түсті қойлар келеді, ақ қой керек маған, әппақ. Ит. Достар, қараңдар, ит. Қасқыр. Қандай сүйкімді. Бірақ менде сүйек жоқ. Өкінішке орай. Әйтсе асырап алар едім. Скелет. Өлтірмейсің ба? Достар, қойлар жоқ екен жерде. Не істесе болады? Түнде қайтып ұйықтаймыз енді. Маған қойлар керек. Қойлар қайдасыңдар? Қасқыр емес, қой керек. Жарайды, үйімізден қатты алыстамайық, қазір адасып кетсек вообще жаман болады. Мына гүлдерді жұлып алайын, үйім жанына келіп қояйын. Бізде бір жан ұмытпау керек. Ақырын. Ой. Сиыр. Тағы да сиыр. Достар, қой таптым, қой. Жүз бара жатырмын, келе жатырмын. Хоп. Қой қайда? Ойбай. Бергел. Соямыз. Опа. Бір ақ жүн алдық. Достар, мен үйім қайда кетіп қалды? Мен кішкене адасып жүріп қалдым. Достар, не екен ғой үйім мен? Үйімнің артында жүр екен ғой. Құмнан кішкене алайықты. Достар, жаңбыр тоқтады. Кешке салып, өзімізге тамақты еріткенде пісіріп, құмдың әйнек ұштап. Қанша булыжник болды, достар? 12 тал. Жетеді. Енді үйге. Ой. Бітеулі. Сиыр. Сиыр, ой. Достар, топорик сынып қалды.
Бері кел, сыяр. О, 16 ет болды. Говядина жейміз. Күзге қарай. Қазір ағаштан есік жасаймыз. Сосын төбені бітеп, астаны дұрыстап, печкаға не істеу әлгі. Опа. Бір емес, 3 есік. Келесі серияда уже мен айтқан заттарды істей бастаймыз. 5 задание ғой, достар. Бұның өзі оңай емес жасау. Жасау емес. Не істеу? Сол. Төбені бітейік. Жаңбыр бітті ме десем, бітпепті ғой ешқандай да. Просто ағаштың астында тұрғаннан кейін. Енді пешкі. Бұл жерде қайдан пешкі жасаймыз. Онdan айырға қоямыз. Пешкіні басамыз. Үстіне құм. Астына. Ашшесті қойсыз ұнама екен. Ой. Қойылмайды екен ол. Şimdi yırtı alayıq. Güllerді алып. Менің жанына қойған емес. Екі қойайын. Осылай. Сосын ажелдерді жолғырсақ қоямыз. Мына бір гүл төсекке. Розовый төсек болады. Осылай екі краситель болды. Енді заттарды сундуққа қойық. Оны уже болды ғой деме. Ой, қақталғаны. Онда астына ағаш саламыз. Опа. Төбесіне ме? Нейді? Ой, достар, жүріп. Оп. Тесіктерді бітейміз. Мынаның астына тағы да біреу. Жолымызда кірпелер көрген жоқ. Бұның өзі бір бақыт. Үйімізді жасап болайын деп қалдық. Астына енді, астына ағаш, үстіне ет. Жарная баранина болады қазір. Сосын говядинаны. Үстіне пока бренч салайын. Оқырды салбар. Аяқ кием. Осылай. Үстіме киіп алайын. Нормально. Итті просто анандай етпен үйретіп алуға болатын беді. Жоқ беді. Мен білмейді екен. Қазір тек қана сүйекпен бұдықтыр. Тексеріп көру керек, уже иттің дауысы шығып жатыр. Менде бір ақша естіде, далаға шықтым деймін. Қорқынышты. Жаңбыр, боран болып тұр ғой дала. О. Тамақ. Ужин дейміз. Ням. О, дәмді. Енді үстіне наны. Ажақ дейтін дауысы шығып жатыр, достар. Надан қылыш. Кирка. Және топорик жасаймыз. Ана біздің бірінші кирканы сондыққа қойық. Шестіне ерген. Осылай. О, пісіп жатыр, достар. Тамақ пісіп жатыр. Пісіп жатыр. Бізге ағаш керек, ағаш. Мынадан кішкене алайын. Бұл ағаштың осылайынан
Таяқтар. Таяқтардан мен рамка жасағым келеді. Бір хардкор выживаниямыздың несі болады. Символы деп па. Қайыр келеміз бұны. Бұл Айдананың үйі. Бұл жерге бағанағы кирканы салсылайық. Кирка. Оп. Болды. Тамақтың уже барлығы пісене қапты. Таң атып кетті ма? Жоқ, қайдағы таң атқан не? Негерден қарасаң таң атып кеткен секілді көрінеді. Тамақтың барлығын пісіріп алайық. Мына жерге салсылайық. Жетеміз да. Әлгі пост жасаймыз да, сосын мен серияны аяқтаймыз достар. Келесі серияда әлгі мен айтқан заттарды орындайтын боламыз. Бір железный блок, бір алмазный блок, бір изумрудный блок. Біз деревня тауып алуымыз керек еще. Сол деревнядағы адамдармен торговаться етеміз де. Изумрудный блок жасаймыз. Железный блок. Сосын тағы қандай блок еді достар? Портал жасап, сол жақтағы не? Сол порталдағы гриб секілді үлкен дау ағаштар. Солардан істейміз. Соларды дау ететіміз керек. Өте қауіпті әрі не қиын тапсырмалар. Егер достар мен хардкор выживаниям тез бітіп қалса, білмеймін онда. Онда маған тағы да кішкене тапсырма бересіңдер ғой достар, 5 тапсырма секілді. Комментарий жазып кетесіздер. Егер болмай жатса. Ал қазір ешқандай емес. Осы тапсырмаларды орындап алайық, сосын көреміз. Оп. Осы тапсырмаларды орындасам, мен хардкор выживаниямды бітірдім деген сөз. Бірақ бұл тапсырманы орындаудың өзі бір шаруа қиын негізінде. Тамақтың бәрі ереді ғой, ерге деп пісті ғой. Осылай. Бүйтіп салып болдық негізі достар. Енді қазір. Келесі серияда шахтаға барамыз да. Заттарды тауып етеміз. Мен есіме түсті, алтын блок еще. Железный, алтын, алмазный, изумрудный блок. Және порталға кіріп, жасыл түсті немесе қызыл түсті ағашты алуымыз керек. Изумрудный блок жасау үшін бізге деревня тауып алуымыз керек. Жетелермен торговаться ететін боламыз. Иттің дауысы шығып жатыр не? Жоқ, негізі қауіпті сложный ғой. Достар, мен не? Сундуктың үстіне және верстактың үстіне серияны аяқтаймын. Келесі серияда біз деген әлгі мен айтқан заттарды орындайтын боламыз. Қазірше мен үйді салдым. Үстіме кожаный бронямен кішкентай не жасап алдым. Келесі серияда ит асырап аламыз ғой деймін және достар. Сау болыңыздар. Хардкор выживаниямыз жақсы болады деп ойлаймын. Ұтылып қалмайтыныма сенімдімін.